ұрпақ қалдырып сөйтіп ондай жоқ бізде дейтін не өсімдік емес сосын енді менің бауырдың менің қанның клеткалері тек 2 ай өмір сүреді. Біз эритроцит дейтін бар ғой, біздің қанды білесіңдер ғой. Қан дейтін ішінде эритроцит, лейкоцит дейді, өзінің ішінде қой мынандай нелер клеткалері бар. Сол плазма дейтін зат. Бүйтіп ненің ішінде, тамырдың ішінде там не сияқты, өзен сияқты бүйтіп ағып жатады. Ішінде клеткалер. Вот. Енді біз былай қанды қарағанда қып-қызыл болып тұрады ғой. Ол негізі қып-қызыл полностью бір однородный зат емес, краска сияқты. Ол дейтін жаңағы просто клеткалер бояп тұрады, толып тұрғаннан кейін жаңағы бізге сөйтіп көрінеді қызыл болып. Сол 60 күн өмір сүреді. Енді бұл жерде денсаулықты қалай сақтауға болады? Мысалы, біреулер айтады, восстановление здоровья дейді ғой. Денсаулықты қалай қалпына келтіруге болады дейді. Мысалы біз өмір сүріп келе жатырық, жақсы денсаулықпен өмір сүрдік. Кішкентай бала болдық, өсіп келе жатырық. Жылдан жылға 25-ке келдік дейді, что-то денсаулық кетіп бара жатыр. Енді задуматься ету керек. Қалай? Мысалы сіз аласында қойды аласың. 2 қабат қой, да? Бала не көтеріп жүр? Қалай? Буаз қой. Буаз қойға тамақ берме, су берме, тұзын берме, жемін берме. Оларға да минерал керек, оларға да кальций керек, не керек, белок керек. Сен бір однородный тамақ бере бер күнде. Қураған шөпті бере бер алда. Бір алдыңғы жылғы шөп қой, әйтеуір шөп беріп жатырмын ғой деді. Алдыңғы жыл бір 2-3 жыл болып қалған, жатып қалған шөпті алда бере бер. Қандай одан не туады? Қозы, мысалы. Тумайды ол, дұрыс қозы тумайды одан. Ауру қозы туады. Сен сол ауру қозын алды. Сен тағы сондай алдыңғы жылғы неткен алды, оған тағы да бере бер соны. Шөпті сол қозға өзі бет тәлтіректеп тұр. Оның үстіне сен сонымен қоректендіресің. Ол да буаз болады, бірдеңе түбен көтереді енді, әпілеп өтер. Сосын тұрады, ол да бір определенный, ол одан да ауру қозын дүниеге алып келеді. Сөйтіп келгенде ең соңында тіпті тұқымсыз да қалып қояды уже. Вот біздің организмде клетка дейтін сол. Біз дейтін, мысалы, тамақты дейтін бейтіп, асырап жейміз. Біз бірақ клеткамыз не жеп жатыр деп ойламаймыз никогда. Клеткаге дұрыс қоректі тамақ біз береміз, оған чипсы береміз. Клеткаге ол керек емес. Клетка айтады маған дейтін, мысалы, организм код клетки дейтін бар. 28 түрлі амин қышқыл керек. Бәрі биологияда өттік соның бәрін. Амин қышқыл дейтін бар, белокты құрамына кіретін. Соның 8 незаменимый дейтін, біз 20-сы біздің организмде өзіміз, мысалы, макароннан, бірдеңеден, еттің құрамы сияқты қылып өзіміз істеп аламыз организмнен. Бірдеңені ауыстырып, организм солмен әйтеуір былықтырып әйтеуір өзі істеп алады. 8-ін біз сыртқы тамақтан алуымыз керек. Ол тамақпен келмесе біздің организмде ол болмайды. Сондықтан сол жаңа незаменимый 8-ін жеуіміз керек, тауып соны. Сосын 15 түрлі минерал бар, кальций бар, магний, натрий, калий, бананның ішіндегі кальций керек, сондай бар. Содан кейін 12 түрлі не керек, витамин керек. Біз витаминизированный тамақ күнде жеп жатқан жоқпыз. Содан кейін 7 түрлі не бар, 7 группа фермент бар. Фермент дейтін жаңағы біз бүкіл жеп жатқан тамағымызды ыдыратып жібереді, бүкіл тасымалдайтын зат, бүкіл организм клеткалерге. Транспортный средство, нелер, грузовиктер, ан жақтан мына жаққа жеткізетін. Сосын 3 не бар, жирный кислоты, май қышқылдар, ол біздегі іркілдеп тұрған май емес. Специально ненің құрамында май қышқылына, балықта көп, балықтың өзінің майы бар ғой. Соны біз дейтін күнде оны беріп жатқан жоқпыз клеткаге. Клетка жаңағы өзінің соның құрылысына сай керекті строительный материал. Жаңағы біз мысалы үй салатын болсақ, кирпич керек, ағаш керек, не керек? Жаңағы осы 28 белок, 15 минерал, 12 витамин,
7 ферменттің түрі, сосын дейтін 3 бана май қышқылдары, осы біздің бана клетканы составлять ететін строительный материал. Егер де оған осы заттар постоянно келіп тұрмаса, ол жаңағы біздің мысал келтіргендей жаңағы қойдан ауру қозы пайда болады. И бір определенный уақытта постоянно жүреміз, осындай тамақ жейміз, қалай болса солай. Там күнде макарон, или күнде тағы картошка. Организм разнообразие жоқ, алатын жер жоқ. Бір определенный уақыт дейтін күреседі. Анадан, мысалы, макароннан алады, еттің құрамын істейді. Или анадан картошкадан алады, там балықтың құрамын істейді. Құрамынан алғысы келген затты, содан анадан құрап әйтеуір жаратады күллі клеткалеріңізге. Бір күн сосын организмде шаршайды ғой. И так өзіне тамақ келмей жатқан, еще тағы жұмыс жасап жатыр өзі. Нагрузка одан сайын. Ол цепная реакция ғой. Чем нагрузка көп болған сайын, и тамақты да көбейтеді. Ол тамақ еще аз келіп жатыр, и нагрузка да көбейіп жатыр. Бір-біріне сәйкес келмейді. Бір күн содан бізде ауру пайда болады. Бірінші бір орган, там почка бастайды. Или бір не бастайды, там шек бастайды. Бір күн асқазан кетеді. Асқазаннан кеткеннен кейін, или даже простой тіс алайық. Тіс кетеді, тіс кеткеннен кейін болды уже, цепная реакция. Онда бірінен кейін бір кете береді уже. Тіс кетті, тіс кеткеннен кейін уже асқазан кетті. Асқазан кеткеннен кейін тамақта дұрыс қорытылмайды, уже шекке кетті. Шек кеткеннен кейін дұрыс қорытылмаған тамақтан бауырға барады, бауыр кетті, бауыр кеткеннен уже бәрі кетті деген сөз уже. Организм сосын определенно осындай бір күнделікті осылай өмір сүрген адам бір уақытта келеді, қосылады, холецистит істейді, иттің бәрі қосылады. Там асқазан жұмыс жасамайды, еще рак қосылды оның үстіне. Еще оны жаңағыдай уже денсаулығы болмаған адамның уже дейтін психический расстройство болады. Психический расстройство болған рагында қосылады, анауында қосылады, мынауында қосылады. Сонымен салтырақтап бір у разбитого корыта деген сияқты просто ауру, букет аурумен адам болып шығамыз. Сосын ең соңында аппаратта өледі сөйтіп адам. Какой-то тамақ, мысалы, біреулер айтады ғой, медицина десе, денсаулық десе, ең бірінші укол, екіншісі операция, үшіншісі тағы бірдеңе, дәрі, ауызға тығатын, сондай еді. Ол денсаулықты сондаймен. Медицинадан сендер никогда ойламаңдар, ол дейтін денсаулық сақтау министрлігі дегенмен, денсаулық сақтау там бірдеңесі, там мекемесі деген ол дейтін денсаулықты адамның өмірін сақтап қалу министрлігі болу керек негізі. Не здравоохранение, өмірін сақтап қалу. Просто определенный уақыт, мысалы, қазір мен травма болды ма, травмадан өмірін сақтап қалуым керек. Там ішінде бірден пышақ тығып алды ма, өмірін сақтап қалуым керек. Давлениесі резко көтеріліп кетті, миына қан құйып кетті ма, болды, мен соны бана қан кетіп қалғаннан өлтіріп алмаудан, өліп қалудан сақтауым керек. Болды. Ол саған келтіріп береді, әйтеуір банағы миыңа қан құйылып кетті ма, қолын жасамай қалды ма, соның қолына кішкене лекерлік келтіріп береді. Бірақ ар жағына сен какой-то определенный больницаға бір 15 күн, 20 күн жаттың, саған сол отвечать етеді, ар жағынан саған отвечать етпейді врачтар. Сен денсаулығың уже ар жағында сенің өзіңнің мойныңда. Ол уже денсаулық деген, ол адам денсаулық дейтін понятие, ол уже дейтін басқа. Организмді денсаулық деген сен иммунитетің күшті, любой ауруға не бере аласың, жақсы ұрпақ бере аласың, денің сау, аппетитің жақсы, таңертең бодрый тұрасың, ешқандай сені алаңдатпайды денең. Біреу баяғыда нелер айтатын болған, сен даже дейді, денсаулық дейтін адам дені сау болған кезде өзінің жүрегін соғып тұрғанын білмеу керек негізі. Или шегінің құрылдап, или асқазанын ауырып тұрғанын вообще білмеу. Адам организм жасап тұрған білмеу. Мотор сияқты ғой. Мотор мысалы бірдеңе деп дауыс дұрыс шығып тұрса, мына бірдеңе болып тұр дейсің ғой. Мысалы иномаркілерде даже покрышканы тек асфальтпен жүргенін естисің. Сол сияқты организмде де сондай болу керек адамның. Дым шықпау керек қой. Жүрек өзімен өзі, сен вообще сезбеуің керек жүрегің соғып тұрған. Или там бір жерін сырқырап тұрған. Егер организмде бірдеңе ауырып тұрса, значит ол сыр беріп, вообще ауру деген адамға мысалы бірдеңе сырқырап, бірдеңе
почкаң ауырып тұр бірдеңе дейді ғой. Ол дейтін ауру сам по себе, ол дейтін Аллах тағала босқа жасап қойған зат емес. Ол специально сигнал да уже. Сигнализация ғой, мысалы сен не деген сияқты ғой, машинаның ішіне кетесің, там аккумулятор нетіп қояды, қызыл свет жанып тұр. Саған уже дейтін сигнал беріп жатыр, сен қара мына жаққа. Сен мына жақта что-то проблема болып жатыр. Ну, датчиктер көрініп тұр уже саған. Біздер оны не істейміз? Біздер оның себебін алып тастамаймыз, ол ненің манағы. Жаңа мысалы сен бар несі жанып тұр, лампочкасы жанып тұр машинаның да, сен бар аккумуляторды қарайсың ғой. Жоқ, сен или сен келіп ой лампочка жанып тұр деп лампочканың бана несінің пластмасын жұлып алып лампочканы болды енді жанбайды деп қайтадан орнына салып қоймайсың ғой. А біздер біз машинаға өзімізге қарағанда жақсы қараймыз. Біз не істейміз? Почкаң ауырып тұр ма? Почка ауыртпайтын дәрі беріп тастаймыз, обезболивающий. Или бас ауырып тұр ма? Обезболивающий дәрі беріп тастайсың, сен себебін ойланбайсың. Басым неге ауырып тұр? Мен дейтін басым может қаным қоюланып тұрған шығар. Қаным неге қоюланып? Мен дұрыс су ішпей жүрген шығар. Или там холестерин көбейіп кетті ма? Анализін қарай, өйтпейсің ғой. Аласында басым ауырып тұр дейсің де қайсы? Аптека келесің, жақсы бір обезболивающий бар ма дейсің, болды салып жібересің. Сен сол жасаған сияқты боласың. Машинаға келдің, машинаның датчигі жанып тұр, лампочкасы, сен суырып алдың да лампочкасын бұрадың да лампочканы жақып тастадың, жанбайды, болды, бәрі жақсы, басын дальше. Ма? Біздің медицина, біздің адамдардың сондай понятиесі сондай болып кеткен уже қазіргі заманда. Просто қазір мен осы жерде айтайын деп отырған мақсат просто адамдардың кішкене көзін ашайын дейсің да. Саған келеді, мысалы менде де мысалы неде жасаймын, поликлиникада отырасың. Саған келеді, ойбай система салып жүрсің. Баққандар кілең наркоман, қазір айтамын, бүкіл адам бәрі наркоман қазір. Сен келмейді, ойбай осы балам осы мен денсаулығым қалай жақсартуға болады. Бір мына медицинаны білесің ғой, былай келтіреді, ертеңін бір айдан 30 жылдан бері қиналып жүрген адамдар да сол система 30 жылдан бері алып жүрген. Сол укол, сол дәрі. Сонымен жүреді, уже соған еттері үйреніп кеткен. Бір күн бір тоқтап айту жоқ деген. Жарайды, бұл. Системасы да, дәрісі де, бәрі де. Бала, денсаулық па, денсаулық емес қой. Постоянно бір наркомандар сияқты. Тек саламда жүрем. Астматиктерін қанша күнде келіп укол алады тамырдан тамыр жоқ уже. Күнде келіп укол алады. Олар ойланбайды. Олар өміріне келеді қазір. Ана біздің стационарда жасадым. Махамбетте жүргенде. Келгенде қысылдап келіп тұрады, жүрегі дейтін дік давление ауырып. Столовый кіріп келесің. Самаурын шай. Алдарында үйінен бешбармақ пісіріп алып келеді. Май бауырсақ, оның үстіне дейтін майлы қаймақ, или сары май. Соны айырып отырады. Таңертеңнен кешке дейін соны. Олар дейтін, о жағынан ойланбайды. Ты что, это же святой. Жақындама, о жаққа жақындатпайды саған, тамақ жағына. Не істеп, не етіп жүр, қимылдап жүр ма? Таңертең кешке бүйтіп машинаның ішінде отырады. Ойбай, мен остеохондрозым бар. Укол салып жібершейші маған. Или геморрой шығып тұр уже бүйтіп. Ойбай, мынау бір майыздарым бар ма? Или операцияң бар, алып тек. Ол себебін жоймағасын. Геморройдың себебін жоймағасын. Геморрой дейтін, мысалы, 3 врач лечить деп. Нені қарайтын проктолог, емдейтін хирург, проктолог отдельный маман, емдейтін хирург кесетін. А вообще геморрой дейтін манағы қан тамырлардың ауруы. Вообще ар жағында жатқанда. Ол шектің ауруы емес, қан тамырының ішіндегі бір зақым. Ол дейтін көбінесе мына таз бар ғой. Малый таз. Постоянно бүйтіп отырасың машинаның ішінде. Сен ана шектің айналасын қысып ғой. Оның тамыр қан айналмау керек қой. Қан айналмағасын, жаңағы дейтін шектің айналасында тамырларға қан тола береді, жоғарыға қарата кетпегесін. Сосын алады да бана толған тамырлар жаңа шекті алады да төменге итеріп кетпейді. Бір сұрақ қойып алған ба? Ауыр көтергеннен болады дейді. Сол ғой бәрі дейтін, сен дейтін қысып тұрғанда дейтін бүкіл мына нелердің бәрі давлениемен төмен қарата итеріп тастайсың ғой сен тамырды. Сосын мына бауырдан болады. Көбіне геморрой болатын адам бауыры обязательно ұрады. Потому что мына жерден қан айналатын жер ғой. Жоғары қарата кететін жер.
сондай кішкене адам бірінші денсаулыққа қарағанда адам кішкене понятиесі негізі ең бірінші так мен жетекте отырмын жоқ геморрой жоқ енді не машина просто арасында айтып кетіп жатқаным ғой просто неге понятие болсын деп мына жерде енді қазір мен нем мақсатым да мына жерде просто понятиені адам понятиесін өзгерту денсаулыққа деген вообще понятиелерді өзгертулерің керек әр адам өзінің денсаулығына өзі не әр адам өзіне жауапты өзінің денсаулығына там таңертең тұрдың сен тамақ ішіп жатсың или спортом занимаешься или там гимнастика жасап жатсың или там жатайын деп жатсың даже банағы дейтін енді көп нәрсені енді мына немен исламға келіп көп нәрсе мысалы денсаулыққа пайдалы зат көп уже істеп жатыр мысалы мына нелерде банағы мұсылман мемлекеттерінде простатит ауру аз оказывается мына нелердің банағы жаңағы дәрет соңына дейін шығару ірпі жолынан бар ғой дәрет соңына дейін сосын мына дейтін ету жуыну дәрет алып неге бар иә жоқ астың жағын жуынасың ғой туалетке барып сумен соның бәрі дейтін оказывается бір неге әкеледі жаңағы көп аурулардың болмауына біз көп нәрсені уже исламға келіп альхамдулилля уже бірталай затты істеп жатырмық енді тағы да қосуымыз керек енді тамақ жағына жаңағы пайғамбар айтады ғой саллаллаху алейхи вассалам ең жаман сосуд ең жаңағы сосуд деген ғой ыдыс адамның қарны дейді и енді сол біз енді сол қарынмен айналысуымыз керек тамағымызға жаңағы біз отырамыз бір табақ бешбармақты жеп аламыз оның үстіне сосын дейтін литрлеп шай ішеміз үстіне оны еще тәттімен ішеміз ол дейтін мысалы қандай бір нені аламыз да бірдеңе еріткің келеді ғой кислота мысалы жақсы бір қандай себеп айтуға болады бірдеңені кислотаға еріткің келсе оның үстіне су құйсаң ерімей қалады ғой жаңағы кислота дейтін разводиться етіп кетеді ғой ана свойствосы азайып кетеді ғой біздің организм асқазанның ішінде де сол біз тамақ ішеміз соляная кислота тұз қышқыл дейтін бір тұз қышқылы бөлінеді де жаңағы нені ыдыратады нені тамақты ыдыратады сен аласың да оның үстіне су құйып тастайсың алдың да үстіне су құйып тастадың жаңағы ненің қышқылдың свойствосы жоқ ол ыдырата алмайды уже тамақты ыдырамаған тамақ определенный өзінің банағы уақыты болады асқазанда тұратын ол көп тұруға болмайды асқазан алады да сосын астындағы банағы не бар клапан бар клапанды ашады да төмен қарата жібереді ол төменге асқазанда қорытылмаған зат ішектің ішіне барғаннан кейін ол шірейді сосын ана адамның ішін керетіні жаңағы жел шығатын көп жел болады ғой адамдарда жағымсыз иісті жел болады асқазан кекіргенде жаман иіс болатын содан біз разводить етсең лучше шайды 2 сағаттан кейін или жарты сағат бұрын тамаққа дейін ішіп алу керек шөліңді қандырғың келе ма қандырып ал тамақ іштің бірақ полностью құп-құрғақ сухомятка ішкі демеймін кішкене шамалы бір мынандай жарты стақан неге мысалы жылы суға құтты мынандай долька кусочек нені қышқылды зат ішу керек қышқылды зат не бізде не шұбат ішу болады қышқылды зат қымыз ішу болады банағы свойствосын кетірмейді қышқылды затпен үстіне мысалы нені шөлді қандыруға да болады мысалы суды жылы судың үстіне құтты лимон долька лимон салып жібересің бір жағынан шөліңде қанады жаңағы әйтеуір аузыңда әйтеуір кішкене нетіп жібересің ғой ылғалдандырып тамақ кішкене сухомятка арға итеріп жіберуге бір жағынан уже тамақтың қорытылуына да уже не бар возможность бар мүмкіндік бар тағын қандай минус жасаймыз біздер аламыз да мысалы постоянно бір овощ біздің вообще қазақтар овощ жемейді өткенде айттым бір себеп келтірдім мысалы кавказдарда мысалы ең долгожительдер дүние жүзінде 100-120 осы жақында шықты 132-ге дейін өмір сүрген адамдар бар ол жақта
рекордқа кірді, 132-ге дейін өмір сүрді. Сосын Японияда. Бізді қалай нетеміз, сол денсаулығымыз, біз олардан пример алуымыз керек. Бір жерде бір жақсылық болса, біз солардан сұрауымыз керек қой. Не істеп жатсың осындайға дейін жету үшін деп. Сосын ученыйлар зерттейді, қарайды, олардың тамағына, рационына қарайды. Японияда таңертең тұрады, 3 кесе, обязательно оларда 3 кесе болады, осындай простой средний кесе, біреуінде соевый соуспен жаңағы күріш, біреуінде овощ полностью, қандай овощ болсын, біреуінде зеленый чай. Таңертеңгі рацион. Оларда дейтін инфаркт дейтін аз, оларда рак дейтін аз, оларда средний продолжительность жизни 80 жас, бізде дейтін ер адамда 47 жас, әйел адамда 56 жас. Оларда 80 жастан жоғары кетеді ары қарай. Разница 30 жыл. Қарап отырсаң. Сонда 30 жыл біз не істемей жатыр? Уже қарайды, ученыйлар зерттейді, салыстырады. Олардың тамағында. Кавказда не істейді? Мысалы, біздер дейді, алып келеміз, бешбармақты қоямыз, асты дейтін толған нан. Ол дейтін еще неден сатып аламыз, қағаз сияқты. Арзу деген мынандай. Готовый уже жайма. Оның үстіне полностью ет, сосын қайнатып, сойсысын кетіріп тастаған, үстіне апарамыз, жуан саламыз. Соны жеп аламыз, үстіне шайды еще, кислотаны разводить етіп шайды ішітеміз. Болды. Тамақ іштік деген әйтеуір бір не бар, тамақ ішіп жатыр әйтеуір. Нормально. Қарын толды, нормально. А жағаны уже организм сам разбирайся. Что хочешь, то и делай. Это меня не волнует, ты жата береміз, телевизордың алдында жүріп. Кавказда не істейді? Кавказда шашлык берген көңіл, вообще Кавказдан шашлык жеп көрдіңдер ме? Кавказда мынандай лодка береді. Мынандай лодкамен алып келеді. Оның бәрі шашлык емес ішіндегі. Шашлык мынандай. 2-3 кусок болды. Кейбір жерлерде бар, мелкий-мелкийден береді, бір 5-6 кусок болады. Сосын мына жерде лаваш, құттай. Сосын мына жерде соус, томатында, чили, обязательно томат қойшы, соус. Бұлай толған овощ. Овощ болғанда крупный қылып, помидорын турайды, перец, крупный, свежий күйінде, тұз салмайды, солай қойды. Сосын мынандай көк шуа, петрушка, укроп, обязательно. Бір, мына жерде плюстерін айтайын енді. Лаваштан бастаймыз, лаваш не зат. Лаваш вообще дрожжевой хлеб дейтін жаман зат. Біздің қайызғақ, кандидоз дейтін бар. Балдарда болады. Біз денеміз кейбірлерінде болады, бір қараптан қышиды. Сосын балдардың аузында болады, мынандай ағарып бірдеңе, диатез. Біз басымызда қайызғақ шығады. Сосын кейбір бутекенің аурулары бар. Бүйректің аурулары. Сол банағы дейтін дрожжыдан. Біз дрожж саламыз ғой. Негізі дрожж зиян. Нан қалай көтеріледі, біз дрожж саламыз, ол дейтін тірі дрожж дейтін. Ол дейтін алады, нанды жейді де, ішінен жел шығарады. Грубо айтқанда осырады, соны бүйтіп нан көтеріледі. Соны біз пісіреміз и соны жейміз. Ол организмге барғаннан кейін ол дейтін үлкен нагрузка. Сен алда біреудің нәжісін алда жеп жатқан сияқтысың ғой енді. Көрдің бе? Келесі соны жейсің. Оларда дрожж салмайды вообще. Қамырды просто алады, сумен нетеді, илейді, тек бір неге. Даже олар дейтін нанның свойствосын да кетірмейді, оның. Алады, тек майдың ішіне бір сал шығады, болды. Соны лаваш дейді, соны береді. И полезно бір жағынан, и бидайдың несі ішіндегі дейтін полезный заттары, глюкоза, полезный заттар, витаминдермен, даже высокой температурада витаминнің бәрі өліп қалады. 60 градустан кейін уже дейтін бірде бір белок тамақтың ішінде, бірде бір минерал, бірде бір витамин қалмайды. 60 градустан кейін. Бізде 60 градустан зәт пісіресіз. Біздер дейтін бешбармақты ертеңін жылытпай аласың. Одан кейін тағы келсе кешке тағы бір пісіріп бересің. Қайнатып бересің ғой. Холодильникке оны қайттан апарып холодильникке салып қоясың. Үйден кетіп қалса үйдегілер бір жаққа, өзің қалсаң. Бір плюсы міне лаваш.
свойствосын жоғалтпаған дұрыс нан. Етті қоя тұрық, ладно, ет жеп отырық қой. Құттай кусочек ет, лавашын жедік, питательный зат. Содан кейін міне соусқа кеттік. Соус дейтін зат жаңағы қышқылдық деген зат. Ет, ауыр етті жедік жақсы да, ауырды көп ет жеп қойдық дейді. Мынандай құттай нені лаваш жедік дейді. Енді мына жерде соус тұр. Соус не істейді? Оказывается, мына помидор вообще организмнің мына томат дейтін, томатный паста дейтін организм банағы асқазанның кислотность, бана қышқылдығын, қышқыл бөлінуін көбейтеді. И бана ет түседі ғой, бана томат үстінен жесек, жаңағы қышқыл көп бөлінеді де, жаңағы етті тез ыдыратып жібереді. Тез қорытылып кетеді тамақ. Бана нелерге, мысалы, любой врачқа барсаңдар, асқазан ауыратын адам болатын болса, ең бірінші исключить етеді томат дейді, помидоры дейді, исключить, томатную пасту дейді. Томаты бар көп тамақты жеп қараңдар, мына жерге кәдімгідей изжога келіп, асқазан өңешін күйдіріп, кәдімгі сондай болады. Дәл сол сияқты мыналарда етті жеді, кислотность керек, ауыр тамақ. Ол уже екінші плюс. Үшінші плюс, овощ, енді овощтың несін айтып керек емес. Петрушка дейтін, мысалы, петрушканың составын айтайын. Біздің организмде эритроцит дейтін бар, гемоглобин. 514 амин қышқылынан тұрады. Сосын плюс 4 атома, там, так, хрома сияқты, хрома. Да? Петрушканың составы тот же 514 амин қышқылдар. Петрушканың хром. А біздің гемоглобин точно такой же 514 амин қышқылы. И плюс 4 хромның орны 4 бана темірдің несі. Атомы. Дәл почти петрушка мен біздің қанымыздағы эритроцит бар ғой. Екеуінің несі бірдей. Составы. Организмге келсе, бана анемиямен ауыратын әйел адамдар обязательно петрушка жеу керек укроппен. Составы почти бір-біріне ұқсас. Организм келгенде организм көп оған жұмыс жоғалтпайды, алады да бана 4 хромды алып тастайды да, орнына тек темірді қоя қойып болды. Спокойно. Бана сол жаңағы уже ферменттер бар, организм уже банағы ненің кислотность көбейді, ыдыратып тастады. Енді уже овощ үстіне овощ жейді. Овощтың ішінде фермент дейтін зат бар, бана айттым, грузовик сияқты. Бүкіл бана біздер бана строительный материал болды ғой. Енді сол строительный материалды бана клетканы құрастыратын строительдер олар, жұмысшылар. Грубо айтқанда бана ферменттер деген. Умный заттар сондай алады да, міне белокты алады, клетканың ана жеріне апарып қояды. Витаминді алады, клетканың мына жеріне апарып қояды. Бәрін алмастырып, бәрін келістіретін регулировщиктер, ферменттер деген. И сол овощтың ішінде көп. Мына біздер айтады ғой, там сахарный диабет дейтін зат дейді. Мысалы, неге сахарный диабет қазір көбейіп кетті? Ұйқы безі ауырады дейді ғой. Там неде ұйқы безім ауырады, там панкреатит, там ішім үлкен кісілер көбінесе айтады, ішім үріліп кетеді. Олар потому что мына ферментті аз жейтінден. Организм фермент жоқ, бізде организмде өзіміздің фермент бөлінеді. Ол дейтін мына қарның астында ұйқы безі дейтін бар, поджелудочная железа деген бар қарның астында. Сол постоянно организм келеді, өзі бана ферменттерді бөледі, организм бөле алады біздің ферментті. Ферментті бөледі, жаңағы бәрін орналастырады, регулировать етеді келген тамақты. Бірақ енді біз дейтін ол неге поджелудочная железаға енді кішкене көмек беріп тұрмыз керек, бана овощ сияқты. Біздер овощ жемейміз. И постоянно тек жалғыз тек бізді банағыдай ситуациядан банағы нететін, жаңағы көмек көрсететін тек ұйқы безі постоянно нагрузка бере береміз. Мә, ұйқы безі, мә саған, там нан жайма саған, бешбармақ, не керек, мә бәрін ал, мә еще вафли бар үстіне, шаймен, бәрін өзің ыдырат, білмеймін ештеңе. Меня это не касается, сам разбирайся. Сөйтіп жата береміз. Бір күн өтеді, ты поджелудочный жасай береді, жаспыз аяғы. Жасай береді, бір күн өтеді, қой жарар дейді. Болдым ба? Содан кейін панкреатит шығады,
уже организм бана тамағымыз алған тамағымыз қорытылмайды вообще. Аламыз, келеміз, вздутие живота. Құттай тамақ ішемін, мә килігіп кетеді. Бана уже шіріп жатыр ғой қорытылмаған тамақ. Поджелудочный уже бана ұйқы безі уже отказ беріп тастады. Алды да болдым дейді. Я все перекрыл, лавочку закрываю. Все, сам разбирайся. Біздер оның үстіне еще ойбай деп бүйтіп не жатқан жоқ. Оның үстіне қайттан бешбармақ, қайттан не бана жайманы жіберіп жатыр. Жайманы жібердік, болды. И барады организм шірейді, вздутие. Содан кейін не істейміз? Қайттан вздутие для желудка незаменим. Что? Мезим дейміз де сосын. Дәрі қайттан. Біз ол аржан поджелудочный ойлап жатқан жоқ қой. Так должно быть дейміз де, для желудка незамениміз дейміз де, мезимдерді күнінде. Тырс. Ол мезим дейтін негізі наркотиктен де жаман зат. Мезим біз бере береміз, ол дейтін ана ненің банаға сиырдың несінен жасайды ғой, ұйқы безінен. Біз мезим бере береміз, әлі өшпеген. Поджелудочный ойланып жатыр әлі. Лавочканы жауып тастайын ба, жауып тастамайын ба, арасында бір бөледі ферментті, арасында бір бөлмейді. Сөйтіп жүргенде мезим беріп тастаймыз. Поджелудочный қарайды, организм бәрі ми дейтін нетіп тұр ғой, регулировать етіп тұр ғой. Поджелудочный сигнал береді. Ми. Ан жақтан мезим келіп жатыр. Ферменттер, сен нетпей-ақ қой, демала бер. Ан жақтан келіп жатыр. Біз күнде бере береміз. Бір күн алады да поджелудочный соған жаман үйреніп кетеді. Болды мен, рахат жақсы болып, мезим келіп жатыр. Бір күн бермей қаласың, бұл поджелудочный да бөлмейді, мезим де келіп жатқан жоқ, қайттан вздутие. Сосын уже зависимый боламыз, аламыз қайттан мезим. Сосын ана крион дейтін бар қазір. Өмір бойы солмен сосын кетеміз. Ол адамдар ар жағын себебін ойлап жатқан жоқ. Сол немен банағы цепная реакция, бір баяғы жартас, бір жартас, сол өмір, сол бешбармақ күнделікті, сол шай күнделікті, сол вафли күнделікті. Ол дейтін ол өзіне ойлап жатқан жоқ. Бір ауру дейтін бір жақтан келіп оған бас салған сияқты. Солай болу керек, жас келді ғой дейді. Біздің қазір, біздің ана Япония мен Кавказдың біздің адамдармен, біздегі 40-тағы адаммен ол жақтың 70-тегі адам салыстырып қара. Почти бірдей. Енді ана ұйғырлар бар ғой. Ұйғыр емес, дүнгандан. Короче, немен Қазақстан мен Қытайдың ортасында тұратын бір халық бар екен. Мұсылмандар. Сон бір Қызылордада бір летчик болған. Полностью уже отказ бере берген ғой. Денесінің бәрі. Сол неткенде отказы уже дейтін, то асқазаны кетеді, то бауыры кетеді, то анау кетеді, то мынау кетеді. Сосын бір күн, сосын бана ауылдың арасында жүреді ғой летчиктер. Сосын жаңағы мұсылмандар мыналарды намаз оқитын бір кісі. Мұсылман адам соған келеді, осындай деп. Сол ана кісі айтқан, 2 апта менің қасымда жүресің, мен айтқан полностью жасайсың деген. 2 аптада мен сен бүкіл денеңдегі системаларды қалпына келтіріп беремін деп. Сол кезде жаңағы енді ана кісі көп дұрыс айтпайды, айта алмаймын дейді. Көбіне ана дін жағына қылып айтты дейді, ең бірінші басында дейді, неден басталады, мыңнан басталады деп айтқан. Сол кезде жүректен басталады деп. Сосын мыңнан дейді, бастан. Сен пониманиеңе байланысты өзің туралы деп. Сосын су айтқан, сосын тағанды очищение, сосын жаңағы паразиттер туралы айтқан, тағы бірдеңе туралы айтқан. Сол кісі дейді, жаңағы кісі өзі 72-де дейді, әйелі 68-де дейді. 68-де әйелі өзі 72-де дейді. Ең кіші баласы 2 жаста дейді. Ана бана орыс адам дейтін кәдімгі айтып тұр дейді. Кәдімгі тікелей сөйлесіп отқанда айтып отыр. Ең кіші баласын таңғалдым дейді, өзі дейтін 72-дегі адам дейді. Ең кіші баласы 2 жаста дейді. Ояда біздің қазақтарда болған 70 бай, 80 бай дегендер. Значит, возможно это. Бізде дейтін уже бана мынау дегені бізде психология сондай, ойбай біз қартайдық қой, енді денсаулық қайда. Біз жас келді ғой уже. Понятие сондай, уже біз ограничение қойып тастағанбыз өзімізге. Енді өлем деп па? Бұл үлкен кісілер солай ғой, ой, жас келді. Көрімізден төріміз жақын. Төрімізден көріміз жақын, бірдеңе. Сосын психология.
жаңағы көп ашушаң адам, адамдарға жамандық тілейтін адам, сондай адамдар уже сондайға әкеледі. Ең бірінші басы жүрекпен басты енді қазіргі бас. Содан кейін уже организм тазартып тұру керек. Бізде енді ораза бар ғой. Аллаға шүкір. Ораза бар, тазарып аламыз. Разгрузка бар, организм кішкене. Ана тамақ ішпеген уақытта организм тамақ қорытуға жұмсамайды. Уже бүкіл шлактардың бәрін организм ремонт жасайды, капремонт жасап кішкене организм. Сосын жаңағы дұрыстап тамақтану. Мен қазір бүкіл бана мелочтарына кіріп кете берсең, андай разный фактылар көп. Мысалы, бана қасқырлар қалай, неге? Мысалы, айтыңдаршы, қасқырдың неге ана несі бар ғой, арланы бар ғой. Главный. Соның еркегі арлан неге мынандай арты битіп кеткен, шығып кеткен, сондай болады. Бәрі сондай бір күшік болады, мысалы. Бір неден плоттан, мысалы, 4-5 күшік болады, еркек күшік. И банағы арлан болып қырылып, сөйтіп, банағы өзінің стаясын алып алған несі арланы неге жауы көп болады. Оказывается, киік ұстайды ғой, или любой бір банағы нені жейтін жемтік ұстайды ғой. Ең бірінші басында бана қасқырлы жақындамайды екен. Ең бірінші арланы келіп, қарын ақтарып, ең бірінші асқазандағы уже қорытылып тұрған шөпті жейді екен. Сосын арланның банағы жауын несі дейтін денесінің ірі болатын содан. Ол дейтін аяғын, там басын, ештеңесін жемейді. Ең бірінші бар, асқазан жейді. Жаңағы оказывается, жаңағы күні бойы мал не жеп жүреді ғой? Шөп жеп жүреді ғой. Асқазанына барады, күйіс қайырып тұрады. Ал дейтін қорытылып конкретно коктейль болып тұрады екен. Сол кезде бар, бана қасқыр ең бірінші арланы бар, несін асқазанын жарып, сөйтіп жейді. Соны бірінші соны жеп алады, соны жеп болғаннан кеткеннен кейін қалғаны бар, ана аяғын несін бәрін ақтарып жейді. Сирағын. Ал сол ерекше бір порода емес қасқырдың. Неге сол нелер бана нелер дейтін бана жануарларды зерттейтін адам биологтар зерттеген ғой. Неге ерекше болады? Мынандай бүйтіп арқасына жал шығып тұрады бүйтіп. Не сияқты бүйтіп ірі болып біртүрлі болып. Соны зерттегенде сондай, оказывается, факт сондай. Ондай факттар көп, қазір енді просто основной просто асықсы едім. Ертең таңертеңде бір жерде. Мысалы, енді сондай біз сондай болып кеткен адам болса, енді восстановление қайтарып. Восстановление енді ол дейтін зависимости от степени, банағы степень запущенности уже жіберіп, организм уже жіберіп тастаған адам болса, оған ұзақ уақыт дейді. Қазір осы жағдайда біз күні таңертең тұрып, мысалы, завтрак істейтін нәрсе. Немен жеп, немен қорытып? Немен, завтрак, обед, сондай әңгімесін, завтрак немен ішіп болады. Мысалы, енді бай семейміз ғой. Мен дейтін да, су емес, баяда мен дейтін, неде университетте оқып жүргенде, бізде кітаптен, постоянно кітаптар оқисыз ғой, медицинский кітап емес, былай бір ғалымдардың кітаптарын оқисыз. Баяда айтады, день нужно начинать с фруктов деп. Жаңағы организм ми ояну үшін таңертең ең бірінші фруктоза дейтін бар, фрукттың ішінде болады. Сол керек дейтін еді. Соны таңертең бастау керек, ми дейтін сол кезде жақсы жұмыс істейді деп. Сосын жайлап алхамдулилла айтты, неге келдің ғой? Исламға келгеннен кейін жайлап кеткенде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам таңертең мед суға араластырып ішкен дейтін бар ғой. Да? Оказывается, соны зерттеп білгенде, оказывается, медтің ішінде фруктоза көп екен. Адам миына көп пайда тигізеді. Ара дейтін шөп жейді ғой. Гүлдің несі витамин дейді. Вот мед. Қазір мен постоянно таңертең медсіз таңертең енді күнді бастаймын. И бір жағынан су, таңертең сумен бастау керек. Жаңа организм бүкіл түні бойы, мысалы қазір сен ұйықтадың да, жатардың алдында тамақ ішпе дейтін сол. Таңертең неге тұрғанда неге не болып тұрасың? Ауыр болып. Сен түнде ұйықтайсың, организм ішінде тамақ толып тұр. Түнімен организм ұйықтамайды, ананы қорытамын деп. Түнімен қорытып атады ананы. Организм демалмайды. И сен күнінде өмір сүресің, таңертең кешке дейін жаңағы өмір сүріп жатсың. Сен миыңның ішінде де мысалы дейтін шлактар жиналады. Мысалы,
жаңа клетка болғаннан кейін клеткада біз организм сияқты қазір тамақ ішеді, сосын ана нәжіс шығарады ғой организм, продукты обмені. Енді бір не тамақ болған жерде обязательно нәжіс шығу керек, отход шығу керек. И мида да сол. Организм түнде тамақ қорытпау керек, организм түнде жаңағы бүкіл жаңағы қала сияқты ғой, қаланың әрбір райондарынан бүкіл мусор шығарып свалкаға лақтыру керек. Примермен келтірсем. И бізде де сондай түнде организм бүкіл мына мидан, бауырдан, там аяқтардан, башпай, шынашақтан бастап, мына жақтан бүкіл боқтықты жинап алып келеді де, неге шығарады? Қанмен алып келеді бәрін. Қанмен алып келеді де, асқазан, өңеш, неге жаңа шектің бойына жинайды. Таңертең тұрасың, тамақ ішіп алғаннан ішің ауырады, туалетке барасың, шығарып тастайсың. Оны таңертең тұрған кезде ең бірінші бір стакан сумен бастау керек. День нужно начинать обязательно со стакана воды дейтін баяғыдан келатқан бір правила бар. Ана денсаулықты күтетін бір кітаптар бар, ана нелердің Поль Брейк деген көп кітаптар бар, денсаулықтың дейтін. Альтернативная медицина деген өзінің бір, мына медицинадан бөлек бір медицина бар, альтернативная медицина деген. Соның кәдімгі дейтін профессорлар деп айтуға болады, енді официально алмаған профессорство ғой. Солардың кәдімгі нелері, ученыйлары, солар бәрі айтады, день нужно начинать со стакана воды дейді. Жаңа бүкіл толып тұрған шлакты аласында, ішесінде бүкіл шаясында, жаңа көтеншектің аузына әкеліп қойын керек қой. Тамақ ішесің, и туалетке барғың келіп барасың, шығарып тастайсың. Сен уже таңертең тұрасың, бір стакан су, и ішіне мед араластырдың, ішіп алдың, бір жағынан фруктоза миға кетті, екінші жағынан шайып тастадың организмді. Уже бір плюс, хоть даже ертең содан осыны бір әдетке айналдырып алсаңдар, уже дейтін, оның уже бірталай, судың өзі негізі 90 түрлі ауруға ем. Негізі көп біздің ауруларымыздың бәрі негізі көбіне обезвоживание, сахарный диабетті қазір шығарып жатыр, бронхиальный астма судың жетіспеуінен. Біз потому что жаңа туған бала 96% судан тұрады. Біз бочка сияқтымыз ғой, өйтіп анандай салафанға орап қойған бір не сияқтымыз, су сияқтымыз. Үлкен кісі, мысалы қартайған адам 70-80% судан тұрады. Біздің миымыз дейтін 97% почти судан тұрады. А біз дейтін күнде өйтіп сіміріп су ішіп отқан жоқ. Біз оған дейтін спрайт беріп жатыр күнде, шай беріп жатыр. Организм дейтін анан бәрін қорыту керек. Ішіндегі бана суды бөліп алу керек, шайды былай қою керек, суды бөліп алу керек. Оның бәріне де не кетеді. Мысалы қазір мына ішіп отырып қой да, осыны қазір бір күніне да 1 литрін ішіп отыр. Точно мен айтайын да, 2 айдан кейін жүрек қалмайды. Спрайт коладан. Тістен дейтін тіс қалмайды. Мынаны ыдырату үшін организмге түседі ғой. Мынау қышқылзат, кислый. Сосын ішінде дейтін бана кислотаны нейтрализация, баяғыда химиядан, енді естеріңізде жоқ шығар. Химияда бұл қышқылды нейтрализовать ету үшін, да, оны неге айналдыру керек? Жаңа негізге айналдыру керек. Негізге айналдыру жолы оған минерал бана элементтер беру. Натрий, кальций, калий. Химияның простой, любой школьный оқиды қазір. И біздің организміміздің бана несінде, бана примерінде қалай болады? Біз мынаны ішеміз. Организм оған кальций алу керек бір жерден. Натрий алу керек, калий алу керек. И магний алу керек. Кальцийді ол қайдан алады? Тістен алады, сүйектен алады. Сүйек сынғыш болатын содан. Калий мен натрийді қайдан алады? Жүректен алады. Жүректен шалыс соғатын бар ғой, ровно соқпайтын. Содан болады. Жоқ, енді не только сок. Оның ішіне бірталай зат кіреді. Мысалы спортсмендер дейтін жылына Америкада дейді 300 адам банағы тренировканың или банағы жарыстың үстіне өліп қалады екен. Оларды қазір дейтін мощный спортивный медицина дейді. Себебін алып келгенде, оказывается, постоянно терлейді ғой. Терлеген кезде организм терімен бүкіл банағы организм керекті минералдар шығып кете береді екен.
олар орын толтырмайды, дұрыс тамақ жемейді, қалай болса солай тамақ жейді. И барып организмге өзі жетпей жатқан натрийді еще үстіне оларды білесің, кола, Макдональдс, анау мынау сондаймен іше береді. И так жетпей жатқан жүрекке жаңағы жиыруына, жүректің жиырылып тұруына натрий мен калий обязательно керек. Жиыруына керек, ол болмаса жүрек жиырылмайды. Ол натрий мен калий жетпейді, остановка сердца, бат өліп қалады. Тренировканың үстінде или жарыстың үстінде. Хоккеистерді өліп қалады, 16 жастағы, 18 жастағы ма хоккеисті өліп қалады. Россияда жас хоккеист өліп қалды ғой. Күні кеше осы. Қазақстанда ма еді? Қазақстанда ма? 18-дегі ма? 16-дағы ма? Бір хоккеист өліп қалды. Спортсмендердің арасында өлім дейтін жаман көп. И бәрін сөйтіп зерттеп келгенде, оказывается, жаңағы простой. Сол минерал баяғы, сол белок, сол не, тамақ, организм. Организм күтпейді, ухаживать етпейді организмге. Алады да тек гнать ете береді. Оны дейтін жаңағы қанша энергия етіп жатыр, оның энергияның орнын толтырмайды ештеңе. Оны толтырғанның өзінде де жаңағы үйге келеді. Бешбармақ, анау-мынау қыртын-жыртын жейді, сонымен заполнять етті, болды. Қазір мен өткенде спортивный школада жасадым, врач болып. Басында ішіндегі тренерлердің ешқайсысын танымаймын. Сол келеді, приемда отырамын, өзім больницада отырамын, прием қабылдаймыз. Бір күні келсем, бүкіл мен пациент, сердечный, менде учетта тұрған пациенттің бәрі неде тренер. Спортивный школада балдарды үйретіп жүр, өздерінде денсаулығы жоқ сол жүрген. Бір-біріне бәрінде инвалид жүрген почти. 5-5 минут инвалидтер жүрген. Жүректері тек біреуінде стенокардия, біреу инфаркт, біреу жақында бірдеңе болған, біреу анау болған. Не себеп? Күтінген жоқ кезінде. Жүректерін құртылады. Кімдерде жүрген? Шварценеггерде жүрген жоқ, жақында дейтін нетіп. Жүрегіне операция жасап шықты. Спортсменнің любойын қарасында да, любой спортсмен тек өзін тек денесінен тек ана-мына қинай береді, бірақ организмге көмек бермейді олар. Қинау үшін, сен бірдеңе беру үшін оған дейтін не беруің керек қой. Мысалы, иммунитет те сондай мысалы. Иммунитет, бізде иммунитетті қалай етеді, ол баяғы бір бәрінің ойында иммунитетті қалай күшейтуге болады, қандай дәрі бар дейді, маған келеді. Бір аңды бір чудо дейсің, эликсир дейсің, да-да-да-да, ішіп алдың деп. Иммунитет күшті дейсің, былай. Активия күшті, Т-хелпер, М-хелпер. Сондай адамдар сондай басын айналдырып тастағанда. Ол организмде полицейский солдатын ғой, иммунитет дейтін, простой клеткілер, жаңа қанның ішінде жүретін, организм күресетін. Келдің, жаңағы күресет организм, сен солдаттарың, сырттан вирус келді, микроб келді ма, жаңа иммунитет күресет клеткілер. А сен алды солдаттарына тамақ берме, алда тек гонять ете бер. Барыңдар, қырылыңдар, тамақ бермейсің, қолдарына бір сникерс тұтасын жібересің. Бір спрайт, бір сникерс, бір чипсы, бас алға. Онда? Бір күн шығар, жақсы, сникерс күшті болған, екінші бар, үшінші, бір күн айтады, дұрыс тамақ берші маған. Белок керек мен күшіме, күресу үшін анау дейді. Сол сияқты иммунитет те сондай. Иммунитетке дұрыстап жаңағы айтқан санмен көрсеткен белок, минерал, витамин, нелерін бәрін беріп отырсаң, адамның организмі өзін қалпына келтіреді. Алықта оны кем қылып жаратқан жоқ, ол дейтін керім қылып жаратты. Ол ар жағын ойлай берді, мен медицинский жағын айтатын болсам, ол вообще ар жағында тұрған дейді, система, жұрттардың ойлап тауып отқан нелер бар, компьютер, робот, космический бірдеңелерін қасында ойнап болады организм қасында. Қазір даже мынандай бүйтіп адам қайсының қолы бүйтіп, роботтың қолы бүйтіп қозғалып отырады мысалы. Қисайып, бүйтіп тұрады ғой, чық-чық, болды, жұмылады, ашылады. Уникальный система қылып жаратқан адамның организмі өзінен өзі дұрыстап, өзінің ішінде рак болсын, өлтіртетін бір не болсын, құтқара алады өз-өзін, қалпына келтіре алады өз-өзін. Просто оған определенно біздің өзіміздің жағынан поддержка беріп отыру керек. Минералың бар, нелерің бар, дұрыс тамағың бар, күтінесің.
тазалап отырсың, обязательно күніне бір рет үлкен дәретке шығып тұру керек. Тағы бір правило. Минимум бір рет. Негізі таңертең кешке 2 рет шығып тұру керек. Организмге нәжісті жинауға болмайды. Кейбіреулер бар ғой, апталап отырмайтындар бар. Жоқ, ол сөздің жинай, ол денсаулықтың несі, ол дейтін правиласы ол да. Ішке бірдеңе кіргесін, ол шығу керек. Ол да правила мысалы. Сол сияқты жаңа иммунитет деген сияқты организмге осындай поддержка берсек, иммунитетіміз дейтін любой ауруды жиналады іштегі. Любой там хронический ауру болсын, жаңағы айтқан сияқты дұрыс ауру қойға алып, дұрыстап тамақ беріп, дұрыс суын беріп, дұрыс жемін берсек, ол дейтін нормально, дұрыс дені сау қозыны дүниеге әкеле алады. Ол более-менее нормально болып, средний болып, неткен туған не болса, жаңағы қозы болса, несін оған да дұрыс нормально тамақ беріп, одан да керім дені сау нені қозыны дүниеге әкелдіруге болады. И тоже сол сияқты біздің организм. Бірақ определенный уақыт керек. Мысалы, жүрегіңді қалпына келтіргім келе ме? Айттым ғой, полностью 2 жылдан кейін полностью новый клеткадан құралады жүрек. Сол уақыт күтіп, жаңағы осы уақыттың ішінде, 2 жылдың ішінде жаңағы определенно дұрыс тамақтанып, тазалап, жаңағы бүкіл минерал, бүкіл белок бәрін беріп отырсаң, 2 жылдан кейін банағы новыйдан келген қозылар полностью дені сау қозылардан тұрады. Жаңағы біздің грубо айтқанда жүрегіміз. Қанымыз мысалы 60 күнде жаңарады ғой. Сол сияқты 60 күнде мысалы 60 күн бойы жаңа дұрыстап тамақ жесең, 60 күннен кейін полностью сенің қаның новый, дені сау клеткалердің қаның таза болады. Анемияң да болмайды, неңде болмайды. Көрдің бе? Сол сияқты осындай немен нетсек, енді миға расчет етіп қойды, миды күту керек енді. Миға енді банағыдай ғой, таңертең фруктоза беріп, мед беріп отыру керек, постоянно су беріп отыру керек. 98% судан тұрады организмге. Ми дейтін, өзі дейтін организмнің где-то 8% составляет деп та, бірақ бүкіл организмге түскен тамақтың 20% жейді. Сондықтан миға өте көп не болу керек. Қалай көңіл бөліп, көп аяу керек оны, миды. Ең әлсіз жер, оның запасы ограниченный. Қалған организм, қалған нелерін, мысалы, қалпына келтіріп алуға, енді кесіліп болған, шауып қалған жерлерден кесертке сияқты өсіре аламыз деп айта алмаймын. Бірақ енді жаңа нелерді, жүректі, бауырды, бүйректі бәрін қалпына келтіруге болады. Дұрыс, егерде өзіміз жауапкершілікті қысқаша айтқанда өзімізге алу керек қой. Ол жақта мысалы адамдар біреу ауырып қалды десе, ең бірінші нені ойлайды? Бағана айтқан сияқты сөздің басында дәрігерді ойлайды. Система, дәрі, тағын укол или бір жерін кесіп тастау, бізде бір запчасть бар сияқты, аппендицитті алып тастап, или бауырды алып тастағаннан кейін орнына басқа бауыр сала қоюға болатын сияқты. Оның бәрін қалпына келтіруге болады. Сұрақ қойсам ғой, дұрыс тамақ дұрыс ғой, бізде қалыптасқан нәрсе ғой, коробкадағы сүт, недегі қаймақ, тыстағы недегі тағып сосын бана күнделікті шақан шай ғой, сосын сармай да оның қазір натуральный жоқ қой, бірдеңе процент деп өте сливочный май бар ғой. Мысалы күнде рационда сол тамақ қой мысалы, мен сол туралы түсіндіруші ешін. Рационда сол тамақ болғанда мысалы жоқ, ГМО, енді ГМО ол дейтін отдельный тема да, генно модифицированный. Ол енді жаңа шығып отыр, көп нәрседе жоқ. Ол кукуруз, соя да бар қазір. Сосын арахис те бар, сникерстің ішіндегі арахис ГМО. Сондай заттар да, мысалы мына недегі продуктілерді айтайын. Мысалы үйде етті алымдарда +6 ғой енді біздегі холодильниктің ішіндегі. 0 емес қой, +6 градус, 4 плюс-минус 2 градус. Холодильникке алдарда етті ішіне қойып қойыңдар. Морозильникке емес. Үйдегі етті алдарда холодильниктің ішіне қойып қойын, неше күн тұратын, шірімей. Неше күн тұрады дейсің бе? Бір апта тұрмайды. 2-3 күнде шіріп кетеді. Екі-үш күн тұрады ет, морозильникте тұрмаса. Енді нені, бана колбасаларды қараңдар.
нелердегі прилавкілерде сататын. Срок годности қараңдар. 3 ай, 4 ай сақталады. Олар дейтін ана жақта морозильникте тұрған жоқ қой колбаса. Прилавкаға тұрады, оның ішінде 4-6 градус. Ол не жатпен тұр, қалай тұр, сонда ет пе, ет емес пе ол? Ол значит, ол жерде гәп бар. Микроб до такой степени, даже бактерия микроб жемейтінде не ет сонда? Ол организмге барған, ол ана жерде микроб жемейтін, бактерия жемейтін тамақ, ол біздің организмге барғанда не болады? Сол сияқты сүттің тетрапакеттің сыртын қараңдар. 6 ай сақталатын сүт. Тетрапакет. Ол дейтін, сосын йогурт, кефир. Кефир дейтін, ішінде бактерия. Кефирді бактерия, йогурт дейтін бактерия, ішінде бактерия болу керек. Дұрыс дайындалған кефирдің ішінде, мысалы шұбат дейтін ашиды ғой, көпірет. Жаңағы сияқты ғой, лактобактерия дейтін бар, жаңағы шұбатты жейт, ішіндегі нені, бана майды жейт, и жел шығарады ішінен, и сөз көпіріп тұратын содан. И егерде осындай тетрапакеттің ішінде тұратын болса, или андай биті, фольгамен жабылған бірдеңенің ішіне тұратын болса, бір күн жейді, 2 күн жейді, газ шығады, пақ деп жарылу керек ол дейтін. Неге жарылмайды ол дейтін? 3 ай болып тұрғанына, ол йогурт. Значит, оның ішінде или бактерия, айтады, бифидум бактериями дейді. Олар көрсетеді, да, ішінде, ол барғанда, ішінде бактерия бар оның ішінде. Бірақ ол айтатқан жоқ, ол тірі бактерия деп айтатқан жоқ. Өлтірді саған, оны қалай өлтіреді? Оның способы көп бактерияны өлтіреді. Или антибиотик қосады ішіне. И өткенде бір передачадан көрдім, оказывается, андай не бар ғой, радиационный бар ғой, облучение жасайды екен. Специально мынандай экран тұрады, астынан өте береді, и радиационный облучение жасайды. Мимолетный. Одан банағы неден радиация ештеңе шықпайды, просто радиационный облучениемен банағы бактерияны өлтіртсек. Өйстіп өткізіп астынан. Конвейердің ішінде. Ол дейтін дұрыс кефир болатын өзім. Россияда андай. Мен бір неткен мәз болған да супермаркеттен бір дұрыс кефир тапқаным. Ана сыртында салафаны бар, жасыл цветті бар ғой, бір кувшин сияқты сыртында ұстайтын, жыртатын. Вот сол дұрыс кефир. Мен тек соны ішіп жүрмін қазір. Бір апта сақталады. 10 күн ба сондай? Ашып кетеді. Ашып кетеді. Вот сол дұрыс кефир. Үріп қойған. Үріп қойған, Кубанский, вот сол дұрыс кефир мен. Сол дұрыс. Соны іздеп жүріп тауып алғам, сол өткенде бір шығып қарасам, срок годности 10 күн бе, бір апта ма сондай сақтады, содан кейін ашып кетеді. Бұзылатын тамақ іздеу керек, любой жерде. Алманы қарайсың, жалтырап тұр. Кесесің ортасын, баяғы бізді үйдегі алмалар дейтін, қазір істеп жатсың, уже қызарып жататын. Үлгере алмай жатыр. Қазіргі алмаға дейді кесіп қоясың, 1 сағат шытады, 2 сағат шытады, ортасы кішкене шамалғаннан қарайды. Кішкене әйтеу ұялғаннан қызара ма бірдеңе. Вот сондай бұзылатын тамақ, ол сыртта бұзылмаған зат, да, организмнің тыс жерде бұзылмаған зат, организмге барғаннан кейін де қорытылмайды. Қарайтыңыз, өзіміздің айналамыздағы, өзіміздің огородтан неткен тамақты жеуге, натуральный, өзіміздің сүт айналада, творог айналада. Қазір китайцтар дейтін даже, китайцтарға бәрібір қазір сыртына шығарады, сделано в Казахстане или сделано в Европе деп. Қазір даже дейтін, қолдан, ойлап қойғанда, жұмыртқаны қолдан істеп жатыр. Интернеттен қарап көрді, қалай жасап жатқан жұмыртқаның ортасында жылтөгін бүйтіп бана жіпке салып алып, бүйтіп жылтөк қылып, крахмалдан жасап жатыр. Шошқа майын босаттық еще. Бірдеңе. Анау дейтін, бізде нені алса, жұмыртқаны алса 20 центке шығады екен. 20-30 центке шығады, біздің жұмыртқаны есептесең. Ананың қолдан жасаған несі 12 центке шығады екен. Арзан. Сонда қолдан жасаған арзан болып тұр ғой сонда. Сіз маған айтып отырсыз ғой, жарты сағат бұрын кейін тамақ шай ішу керек деп. Одновременно істесе ол зиян ба? Нені одновременно? Бірге шай ішіп отырып тамақ ішсең. Сол айтып отырғаным, мен жаңадан бері айтып отырғаным сол. Разводить тамаққа барған отырмайсың ғой, жоқ мен. Маған жеме, маған бишканақ беріп жатсың ғой, маған овощ алып кел демейсің ғой. Сетка бар ғой.
Сеткеге кіреді маса. Тамақ еттен ештеңе бір витаминдер қалмайды. Сол етті қалай жейміз енді, мысалы ет жегім келмейді мен мысалы. Жоқ, жейсің ғой. Жоқ, қайнағанда витамин бәрі кетіп қалады дейсіз ғой. Жоқ, енді полностью емес қой. Етті пісірмейсің, осылай істеді. Жұмыртқаны пісіресің, и то сен қуырып жіберсең какой-то бір 12% па сондай келеді. Болды. Нетсең, қайнатсаң, где-то 30-40% келеді. Қайнат жейсең. Определенный несі белок енді денатурация дейді, жаңағы үйіп қалады. Үйіп организмі түскеннен кейін, әйтеуір барғаннан кейін организм бетіп бірдеңеді құрастырып алады. Бірақ сен ойлама тек белок дейтін тек етте деп. Белок дейтін тағы заттарда да бар. Шикі жұмыртқа ішсең. Шикі жұмыртқа жақсы, шикі жұмыртқа, сосын мынандай нелерде бар, фасоль, асбұршақ. Біздің қазақтардың жемейтін тамақтарында бар. Мысырлықтар көп жейді фасоль. Вот фасоль да көп. Сосын нелерде авокадо деген естідіңдер ма? Самый рекордсмен. Горох та белок. Сосын соя. Соя бар ғой. Сояда, бірақ енді соя дейтін қазір оны таңдап білу керек. Потому что қазір сояның көбі ГМО, генно модифицированный. Асқабақ. Біздің недооцененный табақ. Асқабақ ешкім жемейді біздің қазақтар. Бізде малға береміз асқабақ. Сондай тамақтар. Сосын енді ең основной тек овощты пісірмей ақ қойыңдар. Овощты пісіріп керек емес. Овощты лучше свежелай. Сосын шөп. Бізде шөп жемейді ғой. Шөп жемейтін зат мынау. Укроп, петрушка, тірі ана флавоноид дейтін бар, как раз таки не ететін. Организмде бана токсиндер бар ғой, уыт заттарды нейтрализовать. Чеснок дейтін организмде дейтін бүкіл құрттың бәрін нетеді. Чеснок дейтін бүкіл микробты өлтіреді, бүкіл құртты қуады. Перец, бұрыш бар ғой, себетін бұрыш. Сосын асқабақтың дәні организмді конкретно қуатын бәрін. Грибке чеснок жейтін жөн бар? Грибке чеснок жейтін сол организм дейтін чеснок дейтін вообще күшті зат. Қан сұйылтады. Жүрегі ауыратын адамдар бар ғой, қан сұйылтып жібереді. Суды көп ішкен жақсы сезасың. Сосын айта кететін жатарда обязательно. Банағы айттым ғой, организм түнде жатқанда очищать істеді деп. Бүкіл банағы каждый районнан банағы шлактар шығарады ғой. Содан кейін бәрі қанға түседі ғой. Қанмен келеді де шекке түседі. Сол кезде самый түнде жатқан кезде ең опасный ұйықтап жатқанда тұра алмай қалды дейді ғой. Енді ол себеп қой. Себеп болғанда түнде жаңағы бүкіл уытты заттар қанға түскенде қан резко қойылып кетеді. Резко қойылайды да, мысалы жүрегі әлсіз адамдар көтере алмайды түнде. Кейбіреулер осы етпетінен жататын адамдар бар, оның үстіне сөйтіп жатқан неткен адамдар банағы жатқан кезде банағы уыт түскенде организмнің жүрегіне көп нагрузка түседі. Токсиндер ғой, шлактар. Сондықтан жатарда обязательно бір стакан су. Таңертең утро начинаем и заканчиваем со стакана воды. Жатқан кезде бір стакан су болды. Уже қан сұйық болғасын, әйтеуір токсин түссе де әйтеуір кішкене более-менее. Шай бар ғой, мысалы біздер енді қазақпыз ғой, шай болып тұрып. Таңертең мен суды көп ішемін мысалы өзім. Обедтің уақытында жақсы жүрсіз, таңертең сумен желіп бастауға болады мысалы үйреніп. Обедтің уақытында шайсыз тамақ ішесің ғой, обедте қою тамақ. Ішкеннен кейін жаңа шай ішкен жылатын жоқ, ішкенде жыла. Бана айтып отқан ғой, жаңа 2 сағаттан содан кейін бір ішуге болады. Ата-анадан мысалы үйінде біреу ауырса, там баласы да сонымен ауырады. Наследственный болезнь дейді ғой. Тұқым қуалайды дейтін негізі қазір дейтін оны жоққа шығарып жатыр. Вообще, өтірік нәрсе не затқа? Сен мысалы мен қазірде таңертең бешбармақтан бастаймын, кешке бешбармақ, қайнаған бірдеңе, анау мынау, сонымен жеймін. Менде сол ауру болады ғой, өзімді сол ауруға алып келдім. Менің балам менің әдетімді өзіне бойына дарытып алды да, мен сияқты ол да тамақ жейді, ол да мен сияқты өмір сүрген, менде болған ауру ода да болады ғой. Правильно же? Білдің бе? Оның бәрі әдетте. Сен кішкентай кезінен сөйтіп әке-шешеңнен көріп отырдың, олар тамақ жейді, шай іше береді. Сен соны көрдің, сен дейтін ол дейтін сенде әдет. Біреу айтады, мен шай ішпесем отыра алмаймын, мен басым ауырады. Ол айта берген сайын солай ауыр сөйтіп жүре береді.
ол әдет, ол дейтін жаман әдет, адамда әдет қой ең бірінші. Сол әдет болып қалады. Бір құтты бір организммен құтты бір күресіп те өзің кішкене нәрсені қолыңа ұстап, жоқ мен болдым, шайды отдельно отырып бір церемония. Құтты неге отырып алдым да бір жайлап іштім. Оны шайды ішуге болады, курага, изюм, сондай бірдеңемен. Тағы важный вопрос. Тәтті ештеңе. Жоқ, тәтті емес, сондай курага, тары салуға болады. Текер салып керек емес пе? Важный вопрос па да? Мысалы біздер айтып отырсыз қазір, кешке жатады, су ішіп жатады деп, тамақ ішпес. Бірақ ана бала емізетін әйелдер ғой, олар түнде бала емізетінде түнде обязательно тамақ ішеді ғой. Жоқ, ол неде ана беременный әйел мен бала емізетін әйелдерге бұл нелер правила дейтін. Ол организм дейтін бар ғой. Гормональный бар ғой. Ол дейтін беременный әйел мен бала емізіп жүрген әйелдің организмі вообще басқаша болады. Оларға басқалмайды. Олар дейтін тамақ ішсе де олар дейтін жіберіп отыр, кетіп отыр организмнен. Ол дейтін жаңағы кеткен организмнен кеткен банағы расходты орын қайттан толтырып отыру керек. Ол біздер дейтін мысалы тамақты ішеміз, біз індетқа жіберіп отыр. Біз жүгіріп жатқан жоқпыз, бір дене қимылмен айналысып жатқан жоқпыз. Көп болса бір үйдің арасында жүріп туалетке барып келгеніміз болмаса, асылмай там отырсыз ғой. Машинаның ішінде отырады көбі мысалы. Оның ішінде энергия жоқ, тек ми жеп отыр, 20% жеген тамақ. Бүгінгі жеген бір табақ 5 бармақты ми алып отыр өзіне. Қалған не істеп отыр, ештеңе жойып жатқан жоқ. Әйел адам спортсменге жей беруге болады мысалы. Спортсмен болдың, сен жеп жатсың ба? Же, пожалуйста, табақтап же. Главное бір однообразный тамақ болмасын. Главное сол тамақты денеге тарататын жаңағы заттарды жібер, сосын суды жібер. Главное. Сұйылып, банағы шлактар шығып тұрсын, бәрі сұп-сұйық болып тұру керек организм. Сен шай ішесің, мысалы, шай ішіп отырсың. 1 литр су іштің, таңертең тұрдық дейді, мен бүгін дейтін су ішемін, 1 литр су ішіп алдым. 2 стақан шай ішші болды. Сол 1 литр ішкен суың бар, үстіне тағы 200 грамм организмде тұрған суың бар, бана 2 стақан шайың бәрімен сипсесің. Не ғой? Мочегонка ғой? Шай дейді. Қайттан жаңа одан да хуже жасап тастады. Сен қазір мынаны ішесің, да 1 литрін ішіп алдың, қазір дейтін туалетке дейтін жүгіресің қазір. Түнімен. Сок дейтін солай ғой? Мочегонный дейді. Организм банағы нелердің әдейі істейтін сондай мочегонный қылатыны. Сен ішесің да, туалетке барасың, и сен әлі дейтін организм сенен су сұрап тұр, шөлдеп тұр. Сен оған апардың да, одан сайын мочегонка бердің, келдің, қайттан сейдің. Сен дейтін ойлап тұрған, мен шөлдеп тұрмын, су ішейін деп жатқан жоқсың. Сен оның үстіне тағы су ішесің. Барасың, сөйтсейсің, әлі шөл қанбай тұр, мен қайттан барасың, су ішесің, қайттан. Оны специально ол дейтін өткізу үшін. Сен дейтін 1 стақаннан утоляет спрайт, победи жаждуды 1 ішіп жібергенде шөлің қанып қалатын, сондай бір не болатын болса, ақшасы өтпей қалады ғой, тауар өтпей қалады. Жоқ, тамақ организм жоқ ондай. Любой адам стрессовый ситуация, бір физический нагрузка болғанда асқазаны қысылады. Мысалы, тамақ ішіп келіп, бір аяқ астынан мысалы келді, тамақ ішіп алды, тамақ ішіп отырсын, тойып тамақ далаға шықтың, мына жақтан келді, бір аю келіп қалды, қасқа келіп қалды, жүгіріп келдің, или сені біреу келіп қуды, аласына тұрып қаласың ғой, бұл қуып болды, қашып үлгердің, келгеннен обязательно ақтарасың. Любой стресс, организм адреналин бөлінгеннен кейін бүкіл жаңағы асқазан, ішек бәрі сығылады дейді. Бана балванка болатын болса, организм білесің, балванка дейтін. Уже созды, кертті, жырт жібереді бір жырт. Организм уже сондай защитный система, бәрі қысылып қалады. И спортпен заниматься еткен адамдарға сол алған кезде барлығы қысылады іште. Ортада бәрі қуыс болып тұру керек қой, жеңіл болу керек. Сол үшін қысылып қалады, жеген тамағын бостан-босқа шығартпайсыз. Наоборот, барардың алдында 1 сағат, 2 сағат бұрын дұрыстап бір жарты литр 500 граммдай су ішу керек. Ол бірақ қорытылып, бәрі организм сіңіп болғаннан кейін бару керек. 1 сағат бұрын оптимальный вариант. Болды, аш қарынмен бардың, заниматься еттің, или 2 сағат бұрын тамақ ішіп ал. 3 сағат бұрын. Содан кейін барып уже дейтін
кішкене қорытылып уже дейтін асқазаннан бәрі кеткеннен кейін уже спокойно баруға болады. Тағы сұрақ қазір. Сен нанның құрамында дрожь көп деп айтсың. Мен бана мысалы үйден ашытма пісіреді ғой қазақта бәрі. Суда қалай жалпы? Жоқ, енді ашыт пісіргенде андай дрожь емес қой. Қолдан кәдімгі жасайды ғой, ашытпа. Иә, ашытпа андай. Мысалы шұбатқа, неге айранға ашытып. Мысалы неде мен не жеймін, Бородинский деген бар, құттай ана қап-қара. Қара ма? Сыртында андай ішінде бір дәндері бар. Тығызынан ішінде еще дымқыл болып тұрады. Кім бар? Ну, керім. Краска болып. Жоқ, краска жоқ. Ол самый низкий сорт ұннан пісіреді. Самый низкий сорт ұннан пісіреді. Докторский еген Қаранан ғой, қаранан. Сол қаранан да. Қаранан ба? Ржаной. Докторский нан деген бар білесіз ба? Ол да сондай бар. Прививка ма соны? Прививканың артынан бір ол үлкен тема ол. Өзган бұрын қанша уақыт жеп тұр, вообще жемеймін. 3 сағат бұрын ғой. 3 сағат, 4 сағат бұрын. 9-дары дейтін оптимальный вариант. Бұл наны қайдан ашты ғой, көріп Енді, мысалы қолда бар заттарын таңертең тұрдың, жаңағы су қолымнан келеді ғой, мед келеді қолымнан. Келді. Таңертең жарты сағат өтті. Туалетіңе барып келдім. Таңертең медпен су ішсең, обязательно ішің ауырады, туалетке барып келесің. Тазарды уже келді, тамағын ішесің. Таңертең үйде овощ бар ғой, помидор, огурцы болады деп, өзің еккен болса да. Күріш бар ғой. Күріш ал, құттай қайнатып жібер. Сосын сүтке болсын, суға да бұзбен қайнатып жібер. Күріш дейтін, простой қайнаған күрішті адамдар жей алмайды ғой негізі. Ал негізі простой күріштің дейтін ішінде кремний дейтін былай. Кремний дейтін организмде ең самый основной авторитетный минерал. Китайстардың жей беретін, никогда семірмейтін. Сосын күріштің бір свойствосы қарынды кішірейтеді. Күріш дейтін самый арзан зат та, өзіңізде өседі. Күріштің негізі свойствосын. Сосын болса, негізі неде кейбіреулер жасайды, неден асқабақтан бар ғой, кішкене шамалы қайнатып соус сияқты қылып жасайды. Үйден любой тамақтан соус жасауға болады. Сосын күрішті өзің жей алмасаң, жаңағы соус қылдырып, үстіне бірдеңе салуға. Сосын қаранмен бірге жейсің. Тамақ жедің, сүт па, бір стақан сүт па, сондай. Обедінде сол тамағын жей, бірақ разнообразный болсын. Андай балықты, мысалы, қазір дейтін нелер бар. Айтайын, блендер дейтін білесіңдер ме? Блендер білесіңдер ме? Бардың, қойдың ішіне бірдеңелерді салып жібересің, пышағы бар, бытшытын шығарып тастайды. Үйде обязательно, айтайын, блендер болса, бүкіл проблеманы шешуге болады. Таңертең тұрдың, блендерге алдың, ішіне алдың, кішкене асқабақты салып жібер, құттай морковь салып жібер, сосын алда тағы бірдеңелер, помидор ал салып жібер. Барда басық бол, 5 минуттен сок сияқты коктейль шығады. Соны таңертең бір стақанын бассаш, болды, проблема жоқ уже денсаулықта. Уже қанды да не кетті, уже сұйылтады, минералында бар ішінде, бәрі де бар. Сосын алда нені, сосын не бар қазір, пароварка дейтін бар ғой, или үйде монтоварка бар ғой, простой. Соны алып, нанды, балықты алда, үстіне құттай тұзын септе, алда капустың қабығы бар ғой, капустың қабығын үстіне қойды, соған кішкене шамалы апарда бұқтыр ғой, соған. Ішінде белок, полезный свойствосы бар, и еще бір жағынан пісіп те тұрады. И здоровая пища, белогы да полностью сақталған. Сосын жұмыртқаны уже алып, неге салып, сүтпен бірге, или кефирдің ішіне, арасында күніне бір жұмыртқаны апарып, кефир или сүттің ішіне салып, блендер сондай бірдеңеге кішкене, или секир, жақтытпасын бәрін. Сонымен басып алсаң, болды, проблема шешеді. Сен бір немен, бір инструмент 4 мың ба, 5 мың тұрады блендер дейді. И сосын ораза тазарып тұр. Сосын айтайын да, не, черный тмин, андай бар, порошок түрі бар ғой. Дән түрі ме? Дән түрі. Сол дейтін керім зат. Неге масылдан көріп. Тамаққа да салып, сеуіп, жеуге де болады.
сосын таңертең тұрғанда суға салып бағанағы медпен бірге организм тазарып тұру. Сосын бағанағы чеснок, овощ, үйдегі бар заттар ғой.